15 секундтан басып үйреткен жоқ па? Одан кейін 30 секунд, одан кейін 1 минут болды. 1 минуттан артық видеомыз көргіміз келмейді жалпы негізі. Ұзақ нәрсе жасауын оқымыз келмейді. Яғни, уже баланың психологически жас кезінен сондай болып жататын болса, онда кейін өсе келе табысқа, үлкен табысқа тез жеткісі келеді. Яғни, бір кішкентай жаңа өнімді егіп қойып, оны өнімді өскенше күту, шыдамсыз былайша айтқанда. Ол өте қате пікір, өйткені неге десеңіздер, тез келген нәрсе, ол тез кететін, ол өте мәлім нәрсе, сондықтан да күте білу керек. Нағыз кәсіпкер айтады, осы соңғы кезде барлықтарыңыз Марғұлан Сейсенбаевтың айтқан сөздерінде тыңдасаңдар, ең көп құлаған мен шығармын дейді. Рекорд жасап мен шығармын кәсіпкерлердің арасында дейді. Сондықтан да әрбір көтерілген кәсіпкерді алып қарайтын болып жатсақ, үлкен жетістіктерге жеткен бәрі айтады. Біз басына құлағанбыз. Олсыз кәсіпкер болмайды дейді. Барлығынан өту керек, сүріну көру керек дейді. Олсыз сіздер көтере алмайсыздар дейді. Сондықтан да оның нағыз кәсіпкер 100%-дан бір 10% шығатын шығар, нағыз тұратын аяққа. Мен де кезінде құлағамын, оның бәріне өткен мен де. Сондықтан да қазіргі біздің жастарымыз, биыл жастар жылы ғой, өзім де жаспын. Шыдам керек, үлкен шыдам керек. Төзімділік. Тез ақшаның құнын ойламау керек. Ең бастысы мен үлкен бір ақыл ойымды айтатын болып жатсам, ақшаны ойламау керек ең басында. Ең бастысы іштегі сезім, жүректегі сезім. Қалай осы жұмысты аяғына мақсатына жетсем, қалай осы халықтың көңілінен шықсам, өзіме ұнаса деген сондай сезімдер болу керек адамда. Сонда сенің жұмысың өне бастайды. Егер құлайтын жағдай бір тығырықтар, қиыншылықтар кездессе, оған сен іштей дайын боласың. Яғни ақшаны бірінші ойлап барып кететін болып жатса, онда біз көпке шыдамай қаламыз. Расымен де Қуаныш Шонбайын өзі айтып жатады ғой, 8 жылдық құлдырысымды айтпайды, көбісі 2,5 жылдағы жеткен жетістігін сұрайды деп. Сол сияқты айтып тұрсыз ғой сізде. Енді елбасымыз жастар жылды. Осы жастар жылында жүзеге асырылар алдыңызда қандай мақсаттар тұр? Биылғы жастар жылында жалпы негізі қараңыздар, осы жақында біз өзім серіктесім бар, Қайрат деген бауырым бар. 8 жыл бірге келе жатырмыз, айтады, 7 жыл бірге дос болсаң, онда ол мәңгілік болуға ол әбден мүмкін дейді. Мәңгі және не болатын болды дейді. Қасыңызда мәңгі болатын болды енді. Енді неміс еліне бардық. Өзіміздің проектіміз кинотеатр саласы бойынша біраз кездесулер болды. Қазақстанда кездесулер болды, ал Астанада бір кісілермен де жолыққанбыз. Одан кейін неміс еліне бардық. Енді қараңыздар, бір барлықтарымыз бір шеттен қаржы тартқымыз келеді. Енді сол оймен ба, бір осы Қазақстанға келген кезде сол кісілермен танысып, кейін бір шығып, ол кісілер өздеріне шақырып, неміс еліне Германияға барып қайтқанбыз. Сөйтіп, жаңағы келісіп, инвестиция тартатын болдық. Биылғы жобада сондай үлкен инвестициялар тұр. Енді біреуге үлкен, біреуге үлкен емес, кәсіпкерлердің арасында үлкен емес шығар, бірақ қарапайым адамдардың үлкен. Енді қазіргі сәтте әлеуметтік желіде көп осы бизнесменнің көбісі негізі әлеуметтік желі арқылы өзін көрсетіп, өзінің табысын көбейтіп жатады. Осы әлеуметтік желіде өзінің құжаттар жағында бітіріп жатады. Осы әлеуметтік желіде өздеріңіз қандай қызмет атқарасыздар? Енді қазір цифрлы Қазақстанбыз ғой. Қазіргі кезде осы шыны керек, бұрынғы кездерде, мысалы, ГАИ-ге баратын болып жатсақ, барлық жігіттердің басынан өткен нәрсе ғой. Қыздар барғысы келмейді жаңағы, ендегі әке-шесіне, жігітіне, күйеуіне тапсыра салады, қол қойып кетеді. Шын мәнісінде енді 13-ші кабинет, 26-ші кабинет деген бәрін бастан өткен шығар, жаңағы. Үлкен амбардан өту керек деген сияқты. Қазір олардың бәрін алып тастаған. Барасың, өткізесің, қайтасың, 1 сағатта аласың, кетесің. Тіпті десеңіздер, қазір электронды түрде кеткен. Қазір көбісі білмейді шығар, кейбір адамдарға мен жаңалық ашатын шығармын. Үйде отырып, ЕГОВпен үйде отырып, документтердің бәрін жаңағы тапсырып, жаңағы ГАИ-ге өздерін оформить ете салуға болады. Тек қана ГАИ-ге барасыздар да, жаңағы номеріңізбен техпаспорт алып кетесіз. И то номерді қазір таңдап аласыздар. Қазіргі кезде алтын номер қойылған. Номерлердің бәрін көресіз, оны да таңдап аласыздар. Қазіргі кезде, мысалы балалы болдым, мысалы жақында бір 7 ай бұрын. Құтты болсын. Рахмет. Құттықтаймыз.
енді әйел адамдар ондайларға жақын ғой негізі, жаңағы садикке очередьке қою деген сияқты, басқа да справкалар алып жүгіру деген сияқты. Ол кісі жаңағы айту бойынша жаңағы телеграмда жаңағы справкалар алу, адресін справка алу, балабақшаға кезекке қою деген сияқты, оның бәрі қазір барып бір очередьке тұру деген сияқты әңгіме емес. Бір оқиғаны алатын болсақ, бір кісінің баласы туылып, жаңағы соңға жаңағы тіркелге, балабақшаға тіркейтіндерге барып очередьке тұрам дегенше, енді атын ақылдасып болған, мынандай қоямыз деп. Сөйтіп очередьте тұрам дегенше, баланың атын кім қоятын естен шығып кетіп, сөйтіп баланың басқа аты қойып берген ғой жаңағышы. Енді ол бұл дегеніміз жаңағы үлкен очередьте тұрып, әлден нервничетіп, өзінде кезінде очередьтерде тұрған кезде жалпы банкте болсын, почтада болсын, басқа жерде болсын, тіптен жаңағы коммуналдық төлейтін кезде, енді қараңыздар, 90-шы жылдар қиын кездеріне өтті. Ол кездегі жастар қазіргі кезде енді 40-тардың шамасы, дұрыс па, 30-дан асқан. Бәрі нервный. Тиісіп қалсаң, кәдімгі сәл бір алға кетсең де бітті. Ана жерде үшінші дүниежүзілік соғыс басталып кетеді. Сондықтан соның бәрі қазір кетіп жатыр. Ол деген жақсы нәрсе, ол деген дамыған елдердің қатарына кіру деген нәрсе, ол деген қараңыздар жемқорлықтан айырылу деген нәрсе, тендер болсын, басқасы болсын, жаңағы біреуге барып, біреумен келісе салайық деген нәрсе ондай жоқ қазір. Яғни оны электронды түрде өткізесіз, электронды түрде аласыз, ешқандай болған контакт жоқ бұл жерде. Мүмкін кейбіреулер айтатын шығар, жаңағы ойбай адамның қасиеттік не жоқ. Бірақтан қараңыздар, жемқор бар жерде мемлекет өспейді ол. Дұрыс па? Яғни қараңыздар, заман өзгерген сайын айтады, бәрі автоматизация болып кетеді, барлық жұмыс орны жабылып жатыр, анау деген сияқты, мынандай мамандықтар келмей қалады, дұрыс болмай қалады деп жатқан. Қараңыздар, қазір блогер деген бұрын мысалға маман жоқ болған. Қазір бар, маркетолог бар, SMM-шік бар. Жаңа маман түрлері, дұрыс па? Бұл жақта да жаңа маман түрлері керек. Роботта да басқаратын біреу керек. Айтишник жақсы біреу керек. Программист тоже біреу керек. Оны басқаратын біреу, маркетолог, SMM-шік керек, дұрыс па? Сондықтан да жылай бермей де қойықты. Сол мамандықтарды қайта үйренген дұрыс. Қайта адамдардың психологиясын жақсы мамандық сон, оны автоматизацияға кіргізген дұрыс. Бізде мысалы Астана паркке жиі кинотеатрға барамыз. Сол уақыттарда сіздер осы жемқорлыққа қарсы өздеріңізде бейне сюжеттер көрсетіп жатырсыздар, иә? Мысалы көптеген келген көрермендер осы бейне материал арқылы осылай сіздерде насихаттап, осындай кең тұрғыда жүргізіп жатырсыздар. Бұл да бір расымен де қоғамға бір септігін тигізетін дүние деп ойлаймын. Иә, оның әрқашанда